Ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын бауырлар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Магазин ашамын деп жұмыспен қарбаласып, сіздерге парфавзорға, сосын продажаға кімге ответ бермей жатырмын, ренжімеулеріңізді өтінемін. Жұмыстар өте көп болып кетті, мысалы ассортиментті көбейтемін деп жатырмыз, Аллахтың қалауымен. В общем, осындай тема болып жатыр. Маған бір бауыр айтады да, родной, маған Альтаирге альтернатива тауып берші, бірақ туфта емес дейді да. Давай дедім. Че там мына Nude Coral Diamond көрсей дедім. Ұнатты, распив алды. Сосын бар тағы айтады да бұрылып барып, родной, осыған обзор түсіршейші, мына незаметный бриллиант қой, пока мынаны ешкім білмейді дейді. Сонымен бүгінгі тема Nude Coral Diamond. Жалпы парфамс Демали Альтаир өте простой, әдемі аромат. Бірақ менше ондай $400-500 тұрмайтын сияқты. Аты ниша, дизайнерскийден де ондай әдемі ароматтар тапса болады. Ең бірінші болып Қазақстанда біріншілердің бірі болып дейінші. Liquid Brand заказ берген, бірақ оны сепкен кезде иіскейсің ғой, одеколонисті деген түшкірген реакция болды да мендеше. Прям оның клоны деп айтпаймын, бірақ интерпретация ұқсас, деңкісі бір. Енді обзорға келек есіне. Мынандай болып шашылады. Жігіттер, идеальный вариант, четкий. Парфамс Демалиға ұқсас ваниль, крем, мороженое бар ғой ванильный. В общем, білмеймін қалай описать, но сладкий. Приятный аромат, химозасы жоқ десе де болады. Егер де сенің жағдайың доп болып, бизнесменсің, айына миллионнан артық чисті заработокта әйеліңе звондап, алло, че там, сколько скинуть деген сияқты әңгімелер болып жатса, Парфамс Демали Альтаирді ал, әрине, конечно. Самый лучший вариант это, конечно, оригинал. Бірақ мен сияқты простой жігіттерге айтатыным осындай ароматты обязательно көріңдер, өте қызық. Ал роднойлар істейтін жұмыс көп, уақыт, кеттім.